2019 жылдың, яғни осы жылдың ең басты жаңалықтарының бірі туралы дәл қазір Скаврон арнасынан көретін боласыздар. Ол туралы бүкіл әлем, әр жақтың ең үздік бұқаралық ақпарат құралдары шулап жүр. Ол айға байланысты және айда адамдар отарлауын бастап кеткен сияқты. Өйткені жақында ғана Қытайдың 4-ші айлы миссиясы айдың қараңғы, яғни бізге қарама-қарсы бетіне сәтті қонды. Бұл Чанъэ 4 болатын. Естеріңізге сала кетейік, 7 желтоқсан күні Чанъэ 4 аппараты жер планетасынан ұшырылған болатын. 3 қаңтар күні айдың қарама-қарсы бетіне әдемі қонды. Чанъэ 4 үлкен айлы станция ретінде қонды және өзімен бірге айға Юй-2 кемесін алып кеткен болатын. Негізінен алғанда Чанъэ 4 Чанъэ 3-тің жалғасы болып саналады, тек айдың басқа бетін зерттейтін болады, ал Юй-2 де Юй-1 сияқты қызмет атқаратын болады. Егер сіз алдыңғы Қытайдың ғарышты бағындыруға арналған программасы туралы видеоны көрмеген болсаңыз, мен сілтемесін сипаттамада қалдырып кетем. Міндетті түрде қараңыз. Жақсы, бұл ақпараттарды Википедиядан да іздеп тауып алсаңыздар болады. Бірақ айтайын деген басты ақпарат бұл емес. Чанъэ 4 айға тұқым апарды, яғни кәдімгі дәнектер. Бұл дәнектер арқылы айдағы модуль ішінде өсімдік өсе алады ма жоқ па тексергісі келуде. Бұл айда жүргізіліп жатқан ең алғашқы өсімдіктерге байланысты миссия. Бұған дейін шетелдік ғарышкерлер халықаралық ғарыш станциясының ішінде бұндай эксперименттер жасап көрген болатын. Естеріңізде ме? Тоқтар Әубәкіров ағамыз халықаралық ғарыш станциясында өскен картопты Қазақстанға әкелген болатын. Айда өсімдік өсіріп көру үшін 6 түрлі дәнді тұқым алған болатын. Мақта, рапс, картоп, арабидопсис талиана және ашытқа, саңырауқұлақ типтес. Ғалымдар бұл өсімдіктер айдың атмосферасына да, литосферасына да ешқандай зиян тимейтіндей болатынына сендіруде. Өйткені өсімдіктер арнайы герметикалық ыдыстарда өсірілуде. Аппарат өсімдіктер егілген құтыдан көп уақыт өтпестен жерге сол өскен тұқымдардың суретін жіберген болатын және біршама жеңіске жеттік деп айтуға болады. Өйткені ай жерден кейінгі өсімдік өскен жалғыз ғана аспан объектіне айналудың сәл алдында. Сонымен айда өсімдік өскеннің бізге қандай пайдасы болады деген сұраққа былай жауап беруге болады. Егер айдың атмосферасында өсімдік өсіре алсақ, демек ғалымдар ол жақта үлкенірек бақша өсіре алады. Ал бақша өсетін болса, айда оттегі үлесін арттырып, базалар қондыруға болады. Бұл базалар үлкейе айды адам сүруге қолайлы ете алуы мүмкін. Сонымен өздеріңіз білетіндей Қытай айлы жарыста жеңіске жетуде. Айдағы ең негізгі миссиялар және зерттеулер Қытайдың айға арналған жобасы арқылы іске асуда. Ал басқа мемлекеттерден не хабар? Дәл қазір қысқа олардың жоспарлары туралы таныстырып кететін боламын. Сонымен Израильдің жеке компаниясы SpaceIL осы жылы жалғыз айға ұшырылған жеке компания атануы мүмкін. Морис Кан есімді Израиль миллиардерінің компаниясы осы жылы ұшуы мүмкін. Белгілі болғандай Falcon 9 ракетасымен ұшырылатын болады және айға қонған ең кішкентай ракета атануы мүмкін. Бір ұшырылымға кететін шығын құны анықталмады, бірақ Falcon 9 бір ұшырылым құны $62 миллион тұратын белгілі. Алдағы уақытта бұл компанияның да жаңалықтарын сізге айтып отыратын болам. Бар болғаны комментарийге керек немесе керек емес деп жазыңыз. Ал Ресей болса басқалар айды зерттеп жатқанда бос қалып қалмайтындарын мәлімдеуде. Роскосмос кеңесінің ғылыми техникалық хатшысы Юрий Коптев жақын арада Ресейдің өзінің айға арналған программасы болады деп айтқан болатын. Оның сөзінше қазіргі ауыр ракеталар ұшыруға ыңғайсыз және ұшырылу құны өте қымбатқа түсуі мүмкін. Сондықтан Ресейден осы 10 жыл ішінде европалық және американдық ракеталарға бәсекелес бола алатын заманауи ракеталар көріп қалуымыз әбден мүмкін. Жобаға шамамен 100 миллиард рубль кетеді, бірақ бұл ақша өз кезегінде үлкен пайда алып келуі мүмкін. Естеріңізге сала кетейік, бұлардан басқа Жапония, Үндістан, ақш мемлекеттері айды зерттеуде және оны бағындыруға үлкен көңіл бөліп отыр. Видео соңында Кеңестік Республиканың бірегей инженерлерінің бірі, Кеңестік ғарыштың атасы Циолковскийдің мына бір сөзін айта кетейін. Жер адамзаттың бесігі, бірақ адамзат мәңгі бесікте жата бермеуі тиіс. Видео тамам. Өтінемін біздің ВК парақшамыз бен Instagram парақшаларымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоға лайк басып, арнаға тіркелмеген болсаңыз, сіздер үшін жай ғана саусақ тигізу ал біз үшін үлкен қуаныш.